Сәлем қыздар, сіздермен Айгерім Кекс. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сникерс пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен жаңағыдай ерітілген сармай керек. Бөлме температурасында ерітіп алдым. Бұлай ерітуге болмайды. Және де шекер қажет болады бізге. Барлық құрамдарын видеоға да описанияға да тастап кетемін. Және бір жұмыртқа қажет болады. Осыны венчиктің көмегімен барлығы біріккенше араластырып аламыз. Какао саламыз, разрыхитель саламыз. Онға барлығын ситадан өткізіп қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып 20-30 минутқа холодильникке саламыз. Бізде 20 минут уақыт өтті. Енді вареный сгущенкамызды салмасын дайындайтын боламыз. Бұл менде арахис, соленый арахис қолданасыздар. Міндетті түрде әсіресе кептірілген түрлер жақсы дәм береді. Қамырларымызды жайғастырып болғаннан кейін біз осындай начинкамызды, дайындап алған начинкамызды барлығын салып шығатын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген деп ойлаймын. Міне 180 градуста, 170 градуста пісіріп алатын боламыз. Бетіндегі ганашына 100 грамм шоколад пен кішкене пісте майды микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Қыздар міндетті түрде комментарий қалдырып, қандай рецепт күтетіндеріңізді жазып кетсеңіздер, алдағы уақытта шығаратын боламын. Ерітілген шоколадымызға осындай арахисті қосамын. Және де суыған біздің пирогымызға суытып барып, сосын ганашымызды құятын боламыз. Холодильникке 2 сағатқа салып алатын боламыз. Міне қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Тез, дәрі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы қандай рецепт күту керектігін комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім Кекс.